Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін осындай творожный печенье пісіретін боламыз. Бізге керекті заттар: 200 грамм творог, 80 грамм сары май, 3 ас қасық қант, 2 ас қасық кокосовый стружки және ең басты ингредиент 180 грамм ұн мен 1 чайная ложка разрыхлитель. Ең бірінші творогымызды салып, оның үстіне сары майымызды саламыз да вилкамен екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бізге творогтың барынша ұсағын және құрғағын алған дұрыс. Оның үстіне жарты чайная ложкадай тұз салдым. Жартыдан да аз салып жіберулеріңізге болады. Егер творогтарыңыз ірі болған болса, оны блендермен немесе сеткадан өткізіп ұсақтап алған жөн. Творог қатты ұсақ болу керек. Үстіне 1 ас қасық қантымызды қосамыз. Қалған қантты ішіне орауға қалдырып қоямыз. Енді разрыхлителімізді себеміз және ақырын ұнымызды салып отырып, кәдімгідей қатты тесто илеп шығарамыз. Онда бірден барлығын салып жібермеңіздер. Егер сіздердің творогтарыңыз құрғақ болған болса, ұн аз кетуі мүмкін. Ал егер творогтарыңыз суы көп болған болса, онда тағы да ұн қосуларыңыз керек болады. Дайын болған тестамыз қолға жабыспайтын, әдемі, жұмсақ тесто болып шығуы керек. Енді ол тестамызды алып, қақ ортасынан бөлесіздер. Қолыңызбен илеп отырып, осылай оқтау тәріздес етіп, ұзын қылып созып аласыз. Бірден қатты күш салмай, ақырын видеода көрсетілгендей етіп жайып алыңыздар. Жұқалығы 5 миллиметрдей болу керек. Жайып алғаннан кейін енді жан-жағын осылай тегістеп кесіп аласыздар. Жақсылап кесіп алғаннан кейін осылай қантымызды, кокосовый стружкемізді сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Одан кейін трубочкаға етіп ораймыз. Тығыз етіп ораңыздар, бос болып қалмасын. Бос болып қалса, піскен уақытта ол ажырап, формасын жоғалтып алады. Енді осылай кішкентай ғана етіп, тестоның барлығын бірдей етіп кесіп аласыздар. Менде шамамен 5 сантиметрдей болды. Қалған қамырдың да екінші жартысынан дәл солай жасап аласыздар. Печеньемізді 180 градуста 20 минут пісіріп алдық. Суығаннан кейін бетіне сахарный пудра себесіздер. Дәмі деген нереально вкусный. Мен балаларым бірден жеп қойды ғой. Тіпті мен өзім дәмін көріп елі үлгердім. Жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайды. Ас болсын.